жатқан жоқ біріншіден. Менің аяғым ауырына қарамай айқайлап тұрсың. Енді неменеге сен доставкаға бермейсің? Сенің шатағың болмасын, түсіндің бе? Қалай берем өзім білем мен. Сен таксисің ба, такси болып жүре. Мақұл. Өз орныңды біле. Такси болып жүре, түсіндің бе? Мақұл. Зіркіл деген ана аяғың аспаннан келтіріп жерем ғой. Бана қалай сөйлеп тұрдың? Енді ол оқиға негізінде 21 күні түскі обед уақытысы ғой, 14:00 шамасында болған оқиға болатын. Мен интернет арқылы, инстаграм арқылы заказ беремін. Фариза Төрәлінің күнделігіне заказ беремін. Үйде отырып, сол кезде сол заказ берген қыздарға WhatsApp желісі арқылы жазамын. Қыздар, мен адресім осындай, маған Яндекс таксимен салып жіберіңдер. Яндекс таксиді өзім төлеп күтіп аламын деп. Қыздар маған айтады, сіз өзіңіздің жаңағы Яндекс приложениеңіз болатын болса, бізге такси шақырып бересіз ба? Біздің адресіміз осындай, осы жерге шақырсаңыз, менің есімім Азиза болады, осы номерді, менің номерімді тіркеп қойсаңыз астына деп. Одан мен қарсылық білдірмедім, жақсы дедім, сол қыздың номерін астына закрепить еттім. Эконом класс такси тарифінен шақырамын Яндекстен, сол адреске шақырып беремін. Получается, таксист сол жерге барады. Сол жерге барғаннан кейін ол кісі еш қарсылықсыз сол офистан сол күнделікті алып шыққан ер баладан алады қолынан. Алғаннан кейін, затты алғаннан кейін менің адресіме жарты сағаттан кейін келеді. Бірақ менің домның дворда кірмейді, трасса жаққа шығады. Получается, барлықтарыңыздың, енді дворда тұратындар түсінетін шығар, трасса қай жақта, двордың іші қай жақта болады, әркім подъезі әртүрлі ғой. Сонымен, получается, ол кісі трасса жақта, айдала жақта тұрады. Мен ол кісіні дворымның алдынан таппаймын, былай іздеймін, таппаймын. Одан кейін Азиза деген қызға шығамын, жаңа менеджер қыздар. Сіз ана кісіге звондап бересіз ба? Жүда алдында жоқ, мен дворым алдында ол кісі. Звондап беріңіз, қайда тұр, біліп беріңіз маған. Азиза біліп береді, содан маған қайтадан хабарласады. Ол кісі трассада мусорканың қасында тұр екен, сол жаққа барасыз ба дейді. Мен жақсы, жарайды, алып кетейін, барамын деп. Енді келіскеннен кейін мен сол кісінің тұрған жеріне барамын. Машина көлігін ашқаннан кейін есігін, саламатсыз ба, бағасы қанша болды деймін. Ол кісі айтады маған 1590 дейді. Сосын мен қазір күте тұрасыз ба, мен приложениямда, Яндекс приложенияда 1090 деп шыққан еді, қазір көре салайын деп, соткамды ашып қарап көріп жатқан кезінде ол кісі маған айқайлап бастайды. Сен не заказ беріп тұрсың деп маған. Содан кейін мен айтам, зат заказ бердім ғой, енді бағасын көрейін, менде 1090 деп шыққан еді. Сіз неге үстінен 500 теңге қосып жатырсыз? Мінекей, мен приложениямда 1090 деп тұр деп көрсетем. Ол кісі маған қарсылығын білдіріп, жоқ, сен маған 1590 қылып бересің, себебі сен затты заказ беріп тұрсың, неге сен доставка деп заказ бермейсің деп өз пікірін білдіреді ол кісі маған. Өз қарсылығын білдіреді. Ол жерде, естественно, мен айтамын ол кісіге, енді мен қалай заказ беремін, мен өзім білем ғой. Сіз неге аласыз бұл затты дедім, көріп тұрсыз ғой зат екен. Енді мынау саған не, мынау саған зат па? Нау или адам ба, жаны бар ма не, мен только адам тасымаймын ғой, затты да тасимын, бірақ зат тасығанда үстінен ақша қосып беру керексің. Енді, получается, бұл енді доставкаға жатады ғой. Сен неге маған тарифтен, Яндекс тарифінен доставка деп заказ бермейсің сен? Сен не үшін үйтіп заказ бермейсің, осылай алдырып аласыңдар деп маған қарсылығын білдіреді. Сосын мен айттым, сіз қызықсыз ба дедім, мына 200 беттік параққа бола, екеуміз ұрыспай-ақ қояйық дедім, еркексіз ғой, еркек басыңызбен 1090 теңгеңіз тарифіңізді төлеймін, өз жөніңізбен жүре беріңіз, маған затты беріңіз дедім. Ол кісі маған затты берген жоқ, қарсылығын білдіріп, сен қатын, деп уже маған угроза көрсете бастады, сен төлейсің маған деп маған айқайлады. Енді, естественно, маған айқайлап тұрған адамға мен айтам, маған даусыңызды көтермейді, тоныңызды басып сөйлеңіз кішкене. Еркексіз ғой, еркекке сай қылық жасаңыз, шалбарыңызға ие болып жүріңіз. Сіз маған звондап ескерткен жоқсыз, сіз басқаларға ескерткен жоқсыз. Еще ескертпей үн-түнсіз мына затты аласыз, и баратын жететін жеріне жеткеннен кейін требовать етесіз ба сіз сонда?
былай заказ бер, олай заказ бер, ақшасын төле давай деп. Сонда сіз қазір мен төлемейтін болсам ұрып аласыз ба? Сонда сіз менен ақшаны дедім. Сөйтіп ол маған қарсылығын білдіріп боқтады. Бұдан келетін сөздерін айтты, шыдан кеп боқтады. Енді жаргон сөздермен боқтады. Сен қазір айырып жіберем, не істей алам деп тұрсың, сен маған қазір әлім жетеді деп ойлап тұрсың ба? Мен саған бермеймін, осыны төлетпей, мен сен кетірмеймін бұл жерден деді маған. Угроза жасады да солайнан. Сосын мен ашуым шықты. Мен ашуым шыққаннан кейін барып, мен оған айттым. Кім кімді мына жерде не істейді қазір? Сен маған угроза жасап тұрсың ба? Сонда әйелге ғана шаман келеді ма дедім. Сен маған докажи то, что сен маған ескерткеніңді, осылай үстінен ақша қосындар, барғаннан кейін ұрыс болмасын деген әңгімені докажи дедім. Сол моментте маған офистағы балалар звондайды. Сіз затыңызды алдыңыз ба деп. Мен громкаға қоямда, жоқ, затымды ала алмай тұрмын. Мына таксист кісі маған бермей тұр. Еще маған угроза жасап тұр. Мен енді қазір положениеда едім, мен еще давлением бар еді. Мен мына кісімен ұрсып тұрмын осы бір зат үшін. Сендер маған түсіндіріп беріңдер, мына кісі сендерге ескертті ма? Осында үстінен ақша қосылады деген сияқты. Егер ескерткен болса, мен төлер едім. Бұл кісі маған да ескерткен жоқ, не сендер маған ескерткен жоқсыңдар деп мен ана балаға айттым. Сол уақытта ол баланың айтқан ответі маған. Ол бала айтады, жоқ, вообще біз ешқандай ондай әңгіме болған жоқ. Мен офистан мен алып шыққан. Сөйттім да, бұл күнделікті алып шықтым да, таксистке қолына ұстаттым. Ол ешқандай үн-түнсіз алды да кетті сіз жаққа. Болды, басқа бізде ешқандай әңгіме болған жоқ. Қалған әңгімені мен білмеймін деді. Сосын мен енді өзің сөйлес дедім мына таксист кісімен. Менің әңгімем жетпей жатыр, мен уже сөзім жоқ мына кісіге, сөйлесе алмай тұрмын. Мен уже ұрсып тұрмын мына кісімен дедім. Солайнан громкаға қойып, мәңізден сөйлесіңіз ал деп бердім. Сол кездегі таксист кісі не телефонды алып сөйлемей тұрды, мен әдеге громкаға қойдым. Не болды, айта берші бауырым деп солай айтып жатыр да телефондағы жігітке, таксист ағай. Аға емес, получается, жас бала ғой. Солайнан айтып жатыр. Содан кейін ол жігіт айтты, братан, қойсаңызшы, шалбар киіп жүрсің ғой, олай үстінен ақша қоспасай, сенімен ондай әңгіме болған жоқ деп айтады телефонмен. Біз енді ол видеоға дейін, жұрттарға тараған видеоға дейін 15 минут, 20 минут бойы ол кісімен осылай доказать ету ғой ана жерде. Мен на принцип кетіп қалдым. Просто өйткені есігім алдында тұрса, мен еш қарсылықсыз беретін едім. Мен принцип кетіп қалдым, еркек басымен маған нандай дәптерге бола, орынды да алып тұрған жоқ қой, не салмағы да жоқ, я. Сондай нәрсеге төмен тірлікке мысалға да салғыласып тұр, менімен салғыласып, еще айдалада тұрып алып, ақша требовать етіп тұр, угроза жасап тұр деп, мен принцип ұстап қалдым сол жерде. Сол ақша принцип ұстап қалдым. Мен де қырсығып бермеймін дедім. До конца тұрып қалдым да солайнан, сол сөзде. И получается, ана офистағы жаңағы звондап тұрған бала айтып жатыр ғой, қойсаңыз шалбар киіп жүрсіз, олай өтірік айтпаңыз. Братан, қойсай, сен маған ескерткен жоқсың олайнан. Қойсайшы десем, мына уже таксисттің әңгімесі басқаша секіріп жатыр ғой. Енді мен сендерге қазір түсіндіріп жатырмын ғой дейді. Енді сол красиво ма, сол жерде түсіндірген. Естественно, енді сендерге қазір мен түсіндіріп тұрмын ғой, саған да, сен жігітке де, мына қызға да қазір айтып жатырмын ғой, мен қазір ескертіп жатырмын ғой дегеннен кейін, мен ана телефондағы жігітке айттым, жақсы, болды, сау болыңыз, егер главное сіз жаңағыдай осында екеуіңіздің араңызда жаңағы келісім болмаса болды главное. Мен де бұл кісімен сөйлескен жоқпын, ешқандай ақшаны беремін болмаса там. Сөйлескен жоқ, ешқандай ескерту болған жоқ, сіздерден де болмаса, онда ешқандай қарсылығым нем жоқ. Жақсы, рахмет сіздерге салып жергендеріңізге, сау болыңыз дедім да, қалғанын өзім шешем деп өшірдім телефонды. Получается, өшті. Енді ана таксист кісіге айтам ғой, әкеңіз затымды беріңіз маған қолыма. Еркексіз ғой, кішкене табатын ақшаңызды адалынан табыңыз, 1000 теңге тапсаңыз да адалынан табыңыз. Сіз неге ер кісі бола тұра, әйелмен салғыласып, үшемен маған қоқан-лоққы көрсетіп тұрсыз, күшіңізді маған жұмсайын деп тұрсыз ба? Үйтіп тастаймын, айырып тастаймын деп, не сөз ол деп мен уже ашуландым. Получается, ашуланғаннан кейін барып, ол уже провокацияға дальше алып кетіп жатыр да мені. Мен ол жерде уже ақылымды жоғалтып алдым, ол боқтағаннан кейін қатты ауыр сөздер айтып жатыр, сен қатын, дегеннен кейін мен видеодағы айтып жатқан сөзім бар ғой, деп сөз. Ол сөз именно мысалға соның аузынан шыққан сөздерді мен өзіне қайтардым, солайнан айқайлап айтып,
Одан бөлек затымды енді басымды қатырмаңызшы, менің басымды қатырмаңыз, әкеңіз затты дедім да, қолынан бүйтіп затты жаңағы күнделікті бүйтіп машинадан пассажирский жақ қой, енді алайын деп жатқан кезімде затты тартып алды да менің қолымнан удармен бір ұрды, қолымнан сол затпен, сол дәптермен получается бір ұрды. Ұрғаннан кейін енді сен ойлаш, боқтап тұр, угрожать етіп тұр, үстінен ұялмай ақша қосып тұр, еще намыссыз еркек басымен до конца 15 минут қырып тұр, қолымнан ұрып тұр. Мен естественно айқайладым, сол жерде айқайладым. Қазір мен саған полиция шақырамын, немесе сенімен сөйлесетін қазір ер азамат шақырам, сен әйелге шамаң келеді деп тұрсың ба? Сонда осындай сен сияқты таксистердің арқасында шығады зорлық, зомбылық, там қыздарды айдалаға апарып ұрып кету, соғып кету, какой-то тиын ақшаға бола. Мен де бермеймін, мен саған до конца бермеймін, мен де қырсығып тұрмын дедім. Мен саған бермеймін дедім. Маған не істейсің, ал көрейікші дедім. До конца күшің жетіп, әлің жетіп, өлтіріп кетесің ба, ұрып кетесің ба, давай көрейік ал. До конца барайын месемен дедім. Еркек басымен ақыр сен кетіп жатсың ғой. Месемен қазір сөйлесетін адам тапқызамын дедім. Табамын қазір осы жерде. Қазір күйеуіме звондаймын. Сөйтемін да сен маған сол ақшаны 2 есе маған төлейтін боласың қазір. Осылай қолынан ұрған үшін, угрожать еткенің үшін, өтіріктен өтірік, нақақтан нақақ жала жауып, анау ақшаны алып алғың келіп тұр ғой. Сол үшін жауап бересің қазір деп күйеуіме звондаған кезінде ол дәптерді лақтырды маған. Ол уже маған дәптерді лақтырғаннан кейін мен дәптерді алдым да, барлық ашуым сол жерде шықты. Бірақ ол кісінің енді скоростьқа қосатын не дейді ол нәрсені мен білмейді екенмін да машинаны. Солай сол жерде бір қолы, оң қолы сол жерде тұрғаннан кейін соткысы да сол жерде тұрған болатын. Мен оны видеоға түсіргенін байқамадым. Мен оны именно Каспийден ақшасын төлеп, ең соңында қарата байқадым. Ол жерде төлемей мен кетіп қалсам да артымнан өзі келіп сұрап алатын еді ол ақшаны, шы. Төлемей кетсем де мысалға, затым қолыма тиді ғой, енді кетіп қалсам да болар еді да. Бірақ қойшы дедім, 1090 теңгесі келіп тұр ғой, ақысын жемей ақ қойын дедім. Оған басынан бастап түсіндірдім, 1090-ды төлей салайын, мен сен ақыңды жемеймін деп. Ол түсінбеді да, негізі кетіп қалуым да дұрыс болар еді да. Бірақ енді көп қыздар жазып жатыр, неге затымды алғаннан кейін кетіп қалмадым депші. Енді мен кеткім келмеді, былайша айтайын, төлегім келді ақшасын. Керек жоқ маған. Маған керек жоқ болды оның 1090 теңгесі, маған төлеп бірақ кетуім керек болды да менікі. Сол себепті мен сол жерде ақшасын төлеп тұрғаннан кейін барып мен оны байқап қалам. Оның видеоға түсіргенін, жаңағы бағанадан бері қосып тұрған. Мен оны негізі телефон ұстап тұр деп ойлағам ғой. Сонымен телефон емес, видеоға екенін кейін байқаймын, бірақ мен ол камерасынан ешқандай қорыққан жоқпын. Мен ол для себя өзі үшін жүктеп алып жатқан шығар деп ойладым. Енді еркек басымен сонша олайнан жүктейді деп ойламадым. Енді өзі ақтап, оправдывать етіп, өзін күшті қылып көрсету үшін желіге салып жібереді деп ойлаған жоқпын. Енді мен әйел бола тұра, қыз баласы бола тұра, мен оның ұрғанын, соққанын ол жерде айғайлап паниковать етіп, полиция шақырып, ойбай деп жылап аңырасам да болар еді. Олай жасамадым, өйткені менде ниет болған жоқ, оны интернетке салып, или болса артына түсіп, мені қолымнан ұрған үшін оны да ұрғызу ниет болған жоқ менде. Ешқандай олай ниет болмады.